Ойламаған жерде, еш уақытта болмаған, ешкімнің ойына келмеген, тып-тыныш отырған елдің басына қара күн туды да қалды. Ең бірінші болып, қиындықты көтеріп, ақылменен, ұйымшылдықпенен осы іске кіріскен, отанын қорғауға кіріскен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, республикалық ұлан гвардиясының сарбаздары, армиямыздың солдаттары ғана болды. Біздің президентіміз барлық істі күн түн демей өзінің қолына алып, уақытылы ойланған, ақылды шешімдер қабылдап, шын айта кету керек, бүгінгі күні жағдай өзінің орнына ретіне келіп қалды. Біріміздің баламыз, біріміздің күйеуіміз, біріміздің әкеміз, полиция қызметкерлері, сарбаздар мойнына көтерді. 30 жылдың ішінде еңбек етіп едік, бұндайды көрген де жоқпыз, ойлаған да жоқпыз. Талай қиындықтар болып еді, бірақ мына жағдай, бұл әрине, бұл сырттан келген пәле. Үлкен күш, бұл дайындалған күш, сырттан келген күш. Бұл оп-оңай бұндай заттарды ешкім істей алмайды. Ойланған, қағазға сызылған, ұйымдастырылған, басқарудың арқасында болып отқан жағдай. Мен енді әріптестеріме, жас балапандарға, жас жігіттерге айтарым, көптен көп сендерге рахмет айналайын. Құдайға шүкір дейік, елдің тыныштығы сақталды, сақталады. Қазақстанның президентіміз айтқандай, болашағы зор.